Саламатсыздар ма балалар, номері 44-ші ретті шығарайық. Амалдарды орындаңыз дейді. Біріншісін қараңыздар. Есепті қысқартамыз, қысқаратындарын. Бірінші қараңыздар. 2 мен 4 қысқарады. 2-нің орнында 1 қалады, 4-тің орнында 2 қалады. Одан кейін қараңыздар. А квадрат пен А, яғни А мен А қысқарады. Мына жердегі Аны кетеді. А квадраттың орнындағы квадраты кетеді. Одан кейін В қысқарады. В, мына жердегі В мен біреуі кетеді. Сонда В қысқарады, мына жерде В-ның квадратының квадраты кетіп қалады. Сол кезде В қалды. Келесі 3 пен 3-ті қысқартамыз. 3 пен 3 қысқарады. X пен X-тің квадратынан мына жерде қараңыздар. X-тің квадраты мен X қысқарады, Y пен Y қысқарады. Келесі мына жерде 2 қалды. 2 мен 6 қысқарады. 2-дің орнында 1 қалады, 6-ның орнында 3 қалады. Келесі міне бізде А бөлімінде жоқ А, одан X бөлімінде жоқ, Бірақ 3 пен 15 қысқарады. 15 пен 3 қысқарады, 3-тің орнында 1 қалады, 15-тің орнында 5 қалады. Енді қалғандарын жазып шығамыз. Бөлімінде 5, одан кейін В квадрат қалады. Алымында А, X қалады. Яғни AX пен X-тің көбейтіндісі А-ның квадратын береді, А мен А-ның көбейтіндісі. Одан кейін X пен X-тің квадраты X-тің квадратын береді екен. Екіншісін шығарайық. Енді қараңыздар, міне бірінші бөлшектен жақша сыртына X шығады, алымынан X-ті шығарып жібереміз. Енді қараңыздар, міне X жақша сыртына шығады, міне сол кезде X квадраттан X қалады, азайтылған Y-тен X кетіп қалған кезде Y қалады. Одан кейін бөлімінде міне 4Y пен Y квадрат қысқарады. Y пен мына жерде Y квадраттың квадраты кетіп қалады. Сол кезде Y-тің орнында 1, Y-тің квадраттың орнында Y қалады. 4 пен 2 қысқарады. 4-тің орнында 2 қалады, 2-нің орнында 1 қалады. Сонда бөлімінде бізде бірінші бөлшекте 2 қалады екен, Одан кейін көбейтілген міне Y-гіміз қалды алымында. Бөлімінде міне X пен X куб қысқарады. Яғни X-тің орнында 1 қалады, X кубтың орнында X-тің квадраты қалады, Біреу кетіп қалды, сол кезде квадраты қалады. Сонда мынаны орнын басып қоямыз, мына жерде 1 болады. Көбейтілген келесі бөлшекте алымында X-тің квадраты, бөлімде X минус Y қалады екен. Енді қараңыздар, X минус Y пен X минус Y қысқарады. Сонда бөлімінде 2, 1 қалады. 2-ден 1 алдырасып қоямыз. Келесі X квадрат, X пен X квадрат көбейткен X-тің кубы және Y-тің өзі болады екен. Балалар, үшіншісін шығарайық. Үшіншісіне қысқаратындарын қараймыз. Бірінші 6 мен 42 қысқарады. 6-ға қысқарады, 6-ның орнында 1 қалады, 42-ні 6-ға бөлсек 7 қалады. Келесі M-нің кубы немен қысқарады? M-нің 5 дәрежесімен қысқарады. M-нің кубы барлығы қысқарады, M-нің 5 дәрежесінің орнына 3 кетіп қалған кезде M-нің квадраты қалады. Келесі N-нің квадраты мен N-нің 6 дәрежесі қысқарады. Яғни N-нің квадраттың барлығы қысқарып кетеді. N-нің 6 дәрежесінің 2 кеткен кезде бұл жерде N-нің 4 дәрежесі қалады. Келесі 35 пен 5 қысқарады. 35-тің орнында 7 қалады, 5-тің орнында 1 қалады. Келесі 7 мен 49 қысқарады. 7-нің орнында 1 қалады, 49-ның орнында 7 қалады, Түсініп жатырмыз ба? Осыдан шығарайық. Бірінші осыны ықшамдап алайық, балдар. Сонда қараңыздар, бірінші бөлшектен алымында 1 қалады. Екінші бөлшекте 7, N-нің 4 дәрежесі қалады көбейтілген. Одан кейін 1, M-нің 4 дәрежесі, пи-дің квадраты қалады. Енді алымында мына жерде бар сандар қысқарып кетті. P-нің кубы қалды. Одан кейін көбейтілген M-нің квадраты, тағы да P-нің кубы қалды, міне, Одан кейін көбейтілген 7N-нің 4 дәрежесі. Балар, түсініп жатырмыз ба? Енді қысқаратындарын қарайық. Ары қарай 7N-нің 4 дәрежесі мен 7N-нің 4 дәрежесі қысқарады. M-нің квадраты мен M-нің 4 дәрежесі қысқарады. M-нің квадратының орнында 1 қалады, M-нің 4 дәрежесінің орнына 2 кеткен кезде M-нің квадраты қалады. Ары қарай P-нің квадраты мен P-нің кубы қалады. P-нің квадратының орнында 1 қалады, P-нің квадраты 2 дәрежесі кеткен кезде P-нің өзі қалады. Сонда қараңыздар, қалғандарын жазып қоямыз. M-нің квадраты көбейтілген 1 M-нің квадратын береді. Бөлімде P көбейтілген P-нің кубы P-нің 4 дәрежесін береді екен. Түсіндік па? Төртіншісін шығарайық. Төртіншісін қараңыздар. Бірінші қысқарып кететіндерін қарастырайық. MN мен MN қысқарады. Бұны жазып қоямыз. Сонда 2 қалады. Бірінші бөлшектің алымында M минус N қалады. Бірінші бөлшектің бөлімі қысқарып кетті. Екінші бөлшекті қараймыз. Екеуінен де M көбейтіліп тұр.
м жақса сыртынан шығарамыз. Сол кезде қараңыздар, мына жерде n минус n болады. Минус м квадратын бөліп кеткен кезде минус м болады. Енді қараңыздар балалар, бұл жерде m минус n және n минус m. Бұл жерде минус 1 алдына шығып кетеді. Яғни қараңыздар, 2 m минус n. Балалар, алымын жазып қоямыз, 2 m минус n. Енді алымын бөлімдегі m минус n-ге келтіреміз. Ол үшін минус таңбасы алдына шығады. Қараңыздар, минус таңбасы алдына шығардық қой. Енді m минус n мен m минус n қысқарады да, не қалады? Минус таңбасы алдына шығады бөлшектің, 2 бөлінген m болады. Балалар, 5-ші шығарайық. Қараңыздар, бірінші бөлшекте m жақша сыртына шығады. Сол кезде a минус v шығады. Одан кейін 3n квадрат жазып қоямыз. Көбейтілген 2m жазып қоямыз. Екінші бөлшекте n жақша сыртына шығады, бірақ v минус a болады. Бізге a минус v керек, сондықтан минус n жақса сыртына шығарамыз. Сол кезде минус n шыққан кезде бірінші a, одан кейін минус v-ны береді екен. Енді қараңыздар, a минус v мен a минус v қысқарады. Одан кейін минус таңбасы бөлшектің алдына шығады. Бөлшек сызамыз. m мен 2m-ді көбейткен кезде 2m квадратты береді. Бөлімді 3n квадрат пен n көбейткен кезде 3 жазамыз. n квадрат пен n көбейтілген кезде мына жерге біреу қосылады. Дәрежесі 2-ге қосылады. Сол кезде n-нің кубын береді. Балалар, 6-шысында қараңыздар, a мен a қысқарады. 3 пен 9 қысқарады. 3-тің орнында 1 қалады, 9-ның орнында 3 қалады. Одан кейін 3 пен 6 тағы қысқарады. 3-тің орнында 1 қалады, 6-ның орнында 2 қалады. Келесі ары қарай міне қараңыздар, қалған жазып шығамыз. Яғни 2 қалды. Одан кейін av плюс v квадрат жазып қоямыз. Бөлімінде только v квадрат қалды. Енді қараңыздар, міне 2-ні жазып қоямыз. Екеуіне де не көбейтіліп тұр? Бізде v көбейтіліп тұр, я. v жақса сыртынан шығады. a мен v-ның көбейтінен v шыққан кезде a қалады. Плюс v квадраттың біреу кеткен кезде v қалады. Одан кейін бөлімде v квадрат қалады. Енді қараңыздар, v мен v квадрат қысқарады. v-ға қысқарады. v кетеді, квадраттың біреу кетеді. Яғни v-ның өзі қалды. Сонда 2a плюс v бөлінген v қалады екен. 7-шісін қараңыздар. v мен av қысқарады. 4 пен 2 қысқарады. 2-ның орнында 1 қалады. 4-тің орнында 2 қалады. Енді қараңыздар, біріншіден 2-ні жазып қоямыз. Одан кейін ax плюс vx жерде көбейту бар. Екеуіне де x көбейтіліп тұр. x жақса сыртынан шығады. Сол кезде біріншіден a қалады. Плюс vx-тен x жақса сыртынан шыққан кезде v қалады. Келесі жерде 1 қалды. Екінші бөлшектің бөлімін қарастырамыз. cx плюс dx-қа екеуіне де x көбейтіліп тұр. Сонда cx-тан x шығып кеткен кезде c қалады. Плюс dx-тан x шығып кеткен кезде d қалады екен. Қысқартатын қысқартамыз. x пен x қысқарады. Сонда не қалады? Бөлімде c плюс d қалады. Алымында 2a плюс v қалады екен. Балалар, 8-шісін қарастырайық. Міне қараңыздар, бірінші бөлшекте a-ны жақша сыртынан шығарамыз. a жақша сыртынан шыққан кезде x минус y қалады. Келесі x квадрат 5x квадрат y квадрат жазып қоямыз. Одан кейін көбейтілген алымында 5xy жазып қоямыз. Бөлімде қараңыздар балалар, vy минус vx. Бізде жақша минусын жазып қоямыз. Жақша сыртына v шығады. v шыққан кезде y минус x. Енді балалар қараңыздар, бізге x минус y беру керек. Бұл жерде x минус y болу үшін минус таңбасын алдына шығарамыз. Яғни минус шыққан кезде минус пен минус плюсті береді. Ал шығарайық. Алымында ax минус y жазып қоямыз. Бірден үлкен бөлшектен жазамыз. Көбейтілген 5xy. Бөлімінде 5x квадрат y квадрат көбейтілген. Бұл жерде минус таңбасы плюс болып кетті да v орындар ауысты. x минус y-ті береді. x минус y пен x минус y қысқарады. 5 пен 5 қысқарады. x квадрат пен 1x квадрат қысқарады. Мына жерде x-тің квадраты қысқарып кетеді. y пен y-тің квадраты қысқарып кетеді. Сонда не қалады? Алымында a қалады. Бөлімінде v x y қалады. Балалар, 9-шысында қараңыздар. Бірінші бөлшекте c жақша сыртынан шығады. c x минус y қалады. Екінші бөлшекте 35
x квадрат y квадрат жазып қоямыз. Көбейтілген минус бірінші бөлшек, екінші бөлшектің алымын жазамыз 15xy. Бөлімінде қараңыздар n жақшы затынан шығады, y минус x болады. Мұны қараңыздар балалар 8-ші сияқты бізде x минус y керек. Мына жерде y минус x орындарын ауыстырған кезде минус таңбасы алдына шығады да, минуспен көбейтіліп кетеді. Сонда қалады с x минус y көбейтілген 15xy жазып қоямыз. Бөлімінде 35x квадрат y квадрат көбейтілген n, жерде орын ауыстырғандықтан минус таңбасы плюсып кетеді, және орын ауыстырған кезде x минус y-ті береді. Қысқаратындан қысқартамыз. x минус y пен x минус y қысқарады. 15 пен 35 қысқарады. 35-тің орнында 7, 15-тің орнында 3 қысқарады. Одан кейін x пен x-тің квадратын біреу кетеді, y пен y квадратын біреу кетеді. Енді ықшамдаймыз 3 пен с, бөлімінде 7xyn қалады. 7xyn қалады. Түсіндік па? Осымен 40-та 4-ші есеп шықты.